Aslında da байлар Қазақстанда емделмейтін, ал кедейлерді емдей алмайтын жағдайға жеткен шығармыз. Сияқтымыз, құрметті әріптестер. Жергілікті әкімдіктер мәдени іс-шараларға ескерткіш ашуға келген кезде олар миллиондап қаражат табады. Ал халықты, ауылдағы азаматтарды емдеуге келген кезде фаптар мәселесін шешуге Маңғыстау облысындағы жедел жәрдемнің әлі күнге дейін осында арендаторлық жерде отыру мәселесіне келгенде жергілікті әкімдіктерде қаржы табылмай қалады. Bir ғана мысал, біз осы соңғы 3 жылда, ренжімеңіз, мен осы сіздер сөйлеген кезде бөлмеймін ғой сіздерде, бір-бірімізге құрметпен қарайық азаматтар, кімнің сұрақ қоятын, кімнің мәселе көтеретін, бір-бірімізге сәл аяушылықпен қарайық. Бұндай үкімет сағаттары ұзақ бола бермейді, сол себептен құрметпен қарайық. Біз де үндемей отырамыз ғой, тыңдап. Енді осы мәселеде мен сізге бірақ қана сұрақ. Әкімдіктер жергілікті медицина мәселесін шешуде ондық, балдық жаңағындай есеппен алатын болсақ, сіз қанша балға есептейсіз солардың жұмысын? Облыс әкімдерінің жұмысын айтыңызшы. Мен мысалы оларға 3 деген баға қояр едім. Сіз неше деген баға қоясыз? Мен әкімдіктерге баға беретін құзыретім жоқ. Енді сіздің кейбір сіздің құрметтейміз, сіздің сөздеріңізге де келісе алмаймын. Халықты емдемейтін медицинаға сенімсіздік деп осы жерде отырғандарыңыздың көбіңіз дәрігерлерге барып ем алып жүргеніңізді білемін. Және де барлық халықты үшін де өйтіп айтып керек емес сияқты.